Сәлем достар, Настука World арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде тегін үй Эдия. Вот. И және де бұл видео сіздерге ұнайтынына сенімдім. Бұл вообще курсыз, сондай видео болады. Яғни сіздерге тегін үйге Эдия көрсететін боламын. Достар, сұраймын, şimdi қуатыр. Тагники. Осы тегін үйге мен Эдия көрсететін боламын. Айтпақшы достар, мектеп басталды, өздеріңіз де білесіздер. Мектеп енді қиындайды, уже 6 сыныпқа көштім мен. Өте жаман болайын деп тұр. Еще мен өзімнің інімнің сабағын оқытамын. И және де мен білмеймін енді қалай мен сабақ оқып үлгерем. Вообще-то маған очень жалко, жаман болайын деп тұр енді маған. И де мен білмеймін. Ондай сенбі, жексенбі сондай күндерде мен видео салып отырамын. Видео түсіріп дайындап қоямын. Бірақ енді уақытым болса, егер қолым тиіп жатса, әрине салуға тырысам, бірақ білмеймін енді. Салып үлгеремін ба вообще? Ол енді жеке бір проблема. Очень жалко. Сіздер вообще-то мектепті сағындыңыздар ма? И және де бүгін алғашқы қоңырау қалай өтті? Сіздерге алғашқы қоңырау ұнады ма? Сіздерге болмады ма ол? Енді кішкене аздап 6-шы сынып қиын. Білесіздер, уже біраз нелер өтіп кетті. Очень жалко мен үшін. И сіздерге, вообще-то, сіздер өздеріңіздің достарыңызды вообще-то сағындыңыздар ма? Мен сағынған жоқпын. Мен тек қана өзімнің сыныбымды сағынған шығармын. И болды, одан басқа ешкімді вообще-то сағынбадым. Деген осы мен сыныптастарымды ұнатпайтын бір сондай адамын мен бар ғой, шынымды айтсам. Өзімнің сыныптастарым өзім ұнамайды. Не вообще-то? Ол не үшін ұнайды маған бар ғой. Сол мектеп туралы әңгіме айтайық. Егер шынымен менің уақытым болып жатса, әрине сіздерге видео салып отыруға тырысам енді. Достар, айтпақшы, мынандай челлендж сіздерге ұнайтынын білдім. И ана мен сіздерге челлендж шығардым ғой, андай 24 сағат құрылмая деймін. Сол челлендж сіздерге өте қатты ұнапты. Ол кезде вообще актив күшті супер болды. Сондықтан мен тағы да бір челлендж түсірсем, сіздер қарсы болмайсыздар. Мына бұрат түсірші. Егер түсіргенін қалсаңыздар, онда жазыңыздар түсірші деп. Егер түсір десеңіздер, әрине мен түсіруге қарсы емеспін. И және мың жерде сообщениеге қатты, сондықтан енді кешірім сұраймын. Мен сіздер өзі гүлдер ұнатасыздар. Мысалы, мен гүлдерді ұнатам. Сондықтан мен бүкіл жерге гүлдер қойсам, дәрінже мен гүлдер жақсы көрем деген сөз. Солай енді. Бұл видео, яғни вообще-то тегін үйді құрастыру вообще-то қиын, өте қиын. Мен оңай шығар деп вообще-то ойлағам.
да наоборот қиын ғой, ужас. Ана үлкенгілім сыймай қалды. Солай енді. Так. Сол алдағы видеоларда мен өзім айтайын. Бір қандай видео түсірейін, оны тоже комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сол сіздер айтқан сіздердің айтқан видеоларыңызды мен вообще түсіруге қарсы емеспін. Вообще сіздердің айтқандарыңыз бойынша мен түсіремін, достар. Ойламаңыздар, мен түсіремін. Ютубта мен түсіргім бар. Ол видео түсіргісі келеді. Бірақ оған ешкім вообще қорқады да. Бір видео түсіруге, бірақ оны жазсам 11-де. Бірақ ол видео түсіре алады. Бірақ ол түсіргісі келмейді. Тасы жоқ, тәжірибесі жоқ. Және достар, менің инстаграм парақшам бар. Білесіздер ме, білмейсіздер ме, бірақ мен описанияға саламын. Сол инстаграм парақшамда еще тикток парақша бар менде. И олар менде кішкене подписчиктерім бар, көретін, мені қолдайтын. Бірақ ютубта енді маған тіркелмейтіндей подписчиктер бар. И соларға айтарым, маған тіркеліңіздер. Мен инстаграмда сіздерге енді ютубқа видеолар сала алмасам, онда сол жақта боламын. И сол жақта мен өзім күнделікті өмірімді көрсетемін. Сол жақта күшті контенттер болады, күшті видеолар болады. Ол сол бір күшті мектепте историялар салып отырам. Олар сіздерге ұнайды, мен білем. Өйткені көп нелер шыққан болатын. Андай көп адам лайк басқа менің өмірім сіздерге қызық болса, егер ұнаса, онда әрине. Короче. Маған бір звонок қалып, достар. Кешірім сұрайын. Бір маған звонок қалды. Так. Сол алда уақытта енді бір видео түсіремін деп мақсат қойып жүрмін енді. Сол ойлағандай бола ма екен, уақытым болады деген ойдамын енді. Сол бір мақсатыма жету үшін сіздерден бір көмек сұраймын. Активті көтеріп, кішкене қолдап, кішкене енді тіркеліп, әрбір видеоларымды жіберіп алмаңыздар менің. Сол үшін енді сіздерден бір өтінерім, міндетті түрде менің видеоларымды жіберіп алмас үшін тіркеліп кетіңіздер. Обязательно тіркеліңіздер, мен сіздер үшін тырысамын ғой. Сіздер де мен үшін тырысыңыздар. Сондықтан барынша менің немемді бағалап кетіңіздер. Мен сіздерді жақсы көрем, жақсы көрмейді деп ойламаңыздар. Мен сіздердің барлықтарыңызды өте жақсы көретін адаммын. Солай, енді алда уақытта күшті видеолар күтіңіздер. И және достар, менің телеграм каналым бар. Өздеріңіз білетін шығарсыздар, мен айттым, менің телеграм каналым бар. Сол каналға кіргілеріңіз келсе, менің инстаграм дайрегіме немесе осы видеоның астына жазып кетіңіздер. Ал енді міне, біз уже залды бітірдік. Енді біз яғни жатын бөлмеге келіп жеттік. И достар, бұл идеяны сіздер ала беріңіздер. Вообще-то қарсы емеспін. Өздеріңіз идея қылып ала беріңіздер. Менің ешқандай ода шаруам жоқ.
И вообще-то ондайга мен тік араласқан. И білмеймін сен қайсыларыңыз идея ретінде алдыңыз, вообще-то білмей қалам. Идея қылдырып алдыңыздар ма, жоқ па? Шынымды айтайын, мен білмей қалам, шынымды айтсам. Мінекей, мен уже болып қалдым бөлмені. Ал енді қоштаса берейік, өйткені мына уже соңғы бөлмеге келдік. Повесила уже бұл видео бітеді, яғни аяқталады. Иә, уже аяқталды. Уже аяқталайын деп тұр. Соңына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Алғысымды айтамын. Көп рахмет. Соңына шейін көргендеріңізге және де өте көп рахмет. Мен сіздердің барлықтарыңызды жақсы көремін. Қоштаса берейік енді. Ал мінекей уже біз ұтасамыз, яғни сіздермен. Мен сіздерді жақсы көремін, мен сіздерді ұмытпаймын, ешқашан ойламаңыздар, ұмытып кетеді деп. Ал достар, мінекей уже бізде бітті. Мына үйіміз, бірақ мен заттар қойған жоқпын. Өйткені қойсам, одан да көп минуттық видео болып кетеді. Ал мінекей осымен бізде бітті. Ал ендеше сау болыңыздар. Аниматор келіп, мені қолдап, жаңадан шығатын видеоларда кездескенше.